Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Адам психологиясын өте жақсы меңгерген, оның жанын одан басқа ешкім жете түсінбеген бір ғана жаратылыс бар. Оның аты шайтан. Оның мақсаты барлық адам баласын өзімен бірге жаһаннамға алып кіру. Енді оның азғыруынан қалай құтыламыз деген кезде біз ықыласты болу арқылы құтылады екенбіз. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Алла Тағала Құран кәрімде шайтанға айтады: менің ықыласты құлдарымды ғана азғыра алмайсың, яғни билігіңді жүргізе алмайсың дейді. Шайтан да мойындайды. Ықыласты құлдарыңнан өзге барлық адам баласын өзіммен бірге жаһаннамға алып кіремін дейді. Сол себептен де баршамызға ықылас аудай қажет. Алла Тағала бір өзінің ризалышылығын қалап әрекет қылатын, сөз сөйлесе де, амал жасаса да, тек өзі үшін ықыласпен амал жасайтын салихалы пенделеріне етсін. Мынау салихалы пенделеріне етсін деп дуа жасап жатырмыз ғой. Салихалы деп кімді айтамыз? Салихалы деп. Дінімізде салихалы амалдар бар, жақсы амалдар бар. Салихалы амал дегеніміз, жақсы амал дегеніміз не нәрсе деген кезде, жақсы амал дегеніміз бұл тек өзіміздің қамымыз үшін ғана жасалынған әрекеттер болып табылады. Мысалға намаз және тағы басқа амалдар. Ал салихалы амал дегеніміз өзгелердің пайдасы үшін әрекет жасалынатын амалдар. Сол үшін тек өзімізге ғана емес, өзгеге де пайдалы болуды, сол салихалы амалдарымыз Алланың құзырына қабыл қылынған, сондай салихалы амал жасап, салихалы адам болуымызды Алла баршамызға нәсіп етсін. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.